Әлеуметтік желідегі кең танылған бұл видео Төле би ауданына қарасты 1 Мамыр ауылдық округінің әкімі. Жалпы жаңашылдықтардың барлығы жергілікті тұрғындарға түсінікті осындай қарапайым тілмен жеткізіліп отырса, халықтың әл-ауқаты әлде қайда жақсы болары сөзсіз. Ендеше ауылда бұдан өзге қандай жаңашылдықтар бар екен? Түсірілім тобымен арнайы біз әкіммен бірге хабармен дәл осы ауылға қонақ болып келіп қалдық. Ендеше бізбен бірге болыңыздар. Ауылда қандай жаңашылдықтар бар, сіздерге барлығын таныстыратын боламыз. Құлпынаймен танылған әкім енді көрсеткішімен де таңғалдырды. Ауыл бюджетінің 2023 жылғы көрсеткіші 37 миллион болса, оны 87 миллион теңгеге дейін артығымен орындап, 2024-2025 жылдарда жоғары нәтиже көрсетіп, бүгінде 207 миллион теңгеге дейін жеткізіпті. 1 Мамыр ауыл округі Төле би ауданындағы ең іргелі ауыл округтерінің біреуі. Халық саны жағынан 21 мыңға жуық халқымыз бар. 7 мектебіміз бар. 2 мәдениет клубымыз бар. Спорт кешендеріміз бар. Төле би спорт клубы кешені бар округіміз бойынша. Біздің округтың жалпы жер көлемі жағынан 24 мыңға жуық гектар жеріміз бар. Оның ішінде жайылым жерлер 7,5 мың гектар, егістік жерлер 7,5 мың гектар, 2500 гектарға жуық суармалы жерлеріміз бар. Жалпы ауданымыз Төле би ауданындағы ең туристік жағынан қолайлы, туризмге қолайлы елді мекендердің біреуі. Жерлеріміз керемет, сондай шұрайлы жерлеріміз бар. Енді осы округте біз әкім болып 2003 жылдан бері жалпы біздің бюджетіміз көтеріліп келе жатыр. 2023 жылы мен салыстыратын болсақ, қазіргі таңда 207 миллион теңгеге дейін көтерілді. Ауыл бюджеті 2023 жылы 37 миллион теңгеге жалпы жоспарланған болатын болса, 50 миллион теңгеге артығымен орындалды. 2024 жылда солай 57 миллион теңгеге жалпы жоспарланған болатын болса, 87 миллион теңгеге артығымен орындалып, жыл сайын 150-200% артығымен орындалып келе жатқан жағдай бар. Жалпы биыл 2026 жылы 207 миллион теңгеге жоспарлаған болатынбыз. Қазір 5 айдың қорытындысымен 117 миллион теңгеге қазір артығымен орындалып отыр. Жыл соңына дейін 207 миллион теңгені орындап, өзіміздің мынау алдыға қойған әлеуметтік инфрақұрылымдарымызды ары қарай абаттандыру жұмыстарын жүзеге асыру бойынша жұмыстар біршама атқарылатын жұмыстарды атқарамыз деп ойлап отырмыз. Алдыға қойған жоспарларымыз көп. Оның ішінде бізге қазір ауыл бюджетін ұлғайту бойынша ауылдың азаматтарымен түсіндірме жұмыстарын жүргізудің арқасында қазір мынау шет жақта тіркелген кәсіпкерлік нысандарымыз бар өзіміздің. Сол кәсіпкерлік нысандарды осы ауыл округінде тіркеудің арқасында қазір жыл сайын біз бюджетімізді көтеріп келе жатырмыз. Жалпы біздің округтегі ең мынау маңызды мәселенің бірі, мен енді осы әкімдікке сайланғалы бері осы ауыл шаруашылығы саласын дамытамын деп келген болатынмын. Осы ауыл шаруашылығы бойынша біз мынау суармалы жерлерімізді тиімді пайдалану, оның ішінде су үнемдеу технологияларын тиімді пайдалану мақсатында жалпы мемлекеттен беріліп жатқан қазір үлкен көмектер бар. 80%-ға дейін субсидияландыру бойынша қазір округіміз бойынша бір азамат 35 гектар жерді тамшылатып суару системасын жасап жатыр. Оның ішінде ұңғыма қазылып, насостар қойылып, су жинау резервуарлары салынатын болады. Енді осы бойынша алдағы уақытта да одан бөлек тағы 200 гектар жерімізді дайындап отырмыз. Жалпы ауыл халқының азаматтарын біріктіріп, үлкен шаруашылық құрып, сол шаруашылықтардың арқасында осындай нәтижеге жетуді жоспарлап отырмыз. Алдағы уақытта енді осы өзіміздің табиғи ерекшеліктерімізді пайдалана отырып, жеміс ағаштарын өсіруді қолға алып отырмыз. Оның ішінде мынау черешня дейміз ғой, шие. Сол шие бақтарын өсіруді жоспарлап отырмыз. Енді біздің алдағы атқаратын жұмыстарымыз осы білікті, білімді азаматтармен бірлесе отырып, осы агрономдармен бірлесе отырып жұмыстарды атқарып жатырмыз. Алдағы уақытта өздеріңізге оны айтып көрсететін боламын нақты. Енді бізде одан бөлек округімізде ең қолайлы келетін мынау Құлпынай шаруашылығы дейміз. Қазірге Таулы аудан, сол Таулы ауданда Құлпынай шаруашылығын дамытуға әбден мүмкіндігіміз бар.
Оның ішінде мегаполис Шымкентті, үлкен Шымкент біздің өзіміздің іргемізде жатыр. Сол қаланы қамтамасыз етуді жоспарлап отырмыз. Жалпы алдағы уақытта осы ауылды өнім өндіретін табысты ауылдарға айландыру мақсатында осы ауыл халқымен бірге бірлесіп жұмыстар атқарып жатырмыз. Біздің округымыздың басты ерекшелігі осы абаттандыру бағдарламасымен біз жеміс ағаштарын егуді қолға алдық. Оның ішінде мына 1 мамыр елді мекеніне кіреберіс жерге 1000-ға жуық 1000 дана өрік ағаштар егілді. Одан кейін екі ауылдың арасы Жаңа жол мен 1 мамыр елді мекендерінің арасына жалпы 1800-ге жуық өрік ағаштары егілді. Ондағы мақсат мынау келешекте осы халықтың қаражатына істелген нәрселер халыққа қайтадан өзінің пайдасын тигізіп тұрса деген мақсатта егілді. Біз енді осыны жалғастыратын боламыз. Жалпы елді мекендерде бізде 7 елді мекен бар. Сол 7 елді мекендердің арасындағы, әр елді мекеннің арасы 1 километр мен 2 километрдің арасындағы қашық аралықтағы жерлер бар. Сол жерлердің бәріне осы жеміс ағаштарын егуді қолға алдық. Оның ішінде толығыменен тамшылатып суару жүйелері енгізілген. Біз осындай іс-шараларды жалпы қолға алып, келешекте осы өзіміздің ауылымызды, округымызды жемісті өнім өндіретін табысты ауылдарға айландыру мақсатында осындай жұмыстар атқарып жатырмыз. Осы халықтың, елдің азаматтарына түсіндірме жұмыстарын жүргізудің арқасында қазір біз осы елді мекендегі 35 гектарға жуық жерде қазір тамшылатып суару жүйесін енгізіп бастадық. Ол енді 80%-ға жуық өкіметтен қаржыландырылып жатыр. Одан бөлек біз жалпы ауыл округіндегі азаматтарды біріктіріп, үлкен ұсақ шаруашылықтарды біріктіре отырып, үлкен шаруашылыққа айландырып, сол азаматтарды алдағы уақытта жеміс ағаштарын егуді қолға алып отырмыз қазір. Ол бойынша біз мына білікті білімді азаматтармен байланыс орнатып отырып, агрономдармен байланыс орнатып отырып жұмыс жасап жатырмыз. Алдағы уақытта осы жерлерімізді биылдың өзінде 250 гектарға жуық жерді тамшылатып суару жүйесін енгізуді қолға алып жатырмыз. Алдағы уақытта да айтып кеткендей 2,5 гектарға жуық суармалы жерлеріміз бар. Жалпы осы жерлердің бәрін толығымен қамтамасыз етсек пе деген жоспарымыз бар. Енді одан бөлек біздегі мына инфрақұрылым мәселесіне келетін болсақ, біздің округымыздегі жолдардың бәрі жалпы 96%-ға жуық жолдарымыздың бәрі қазір толығымен күрделі жөндеуден өткен. Және енді 4%-ға жуық елді мекенде, осы Тағайнай елді мекендегі биылғы жылы 4 көшемізді күрделі жөндеуден өткіземіз. Жалпы 98%-ға дейін жеткізуді жоспарлап отырмыз. Алдағы уақыттарда осы округтегі жолдарды 100%-ға асфальттауды жоспарлап отырмыз. Енді одан бөлек біздің елді мекендегі қазір ең маңызды мәселенің біреуі мына тұрғын үй кезегіндегі тұрған азаматтарға тұрғын үй беру мәселесі. Бізде біраз жылдан бері осы қордаланып қалған мәселенің біреуі жалпы инфрақұрылым жүргізіп, сол жерлерге кезекте тұрған азаматтарға біз үйіргелік жерде кезегін беру мәселесі. Енді қазіргі алдағы уақытта бізде 27 гектар жердің мәселесі шешілетін болатын болса, ол жерде 180-ге жуық азаматтарды біз тұрғын үй кезегінде тұрған азаматтарға жер беру мәселесін қарастыратын боламыз. Одан бөлек мына елді мекендердің ішіндегі бос жатқан кейбір жерлеріміз бар. Сол жерлерде 50%-ға жуық инфрақұрылыммен қамтамасыз етілген жерлер бар. Сол жерлерді беретін болсақ, жалпы бір 300-ден аса азаматқа біз осы жер кезегінде тұрған азаматтарды жермен қамтамасыз ететін боламыз деп жоспарлап отырмыз. Біздегі 1 мамыр елді мекеніндегі өзекті мәселелердің біреуі ауыз су мәселесі. Ауыз су мәселесін күрделі түпкілікті шешу мақсатында біз осы елді мекенге 3 миллиард 200 миллион теңгеге сметалық жобалық құжаттарды әзірлеген болатынбыз. Ол облыс тарапынан мақұлданып, қазіргі таңда 50 миллион теңге ақша бөлініп, биылғы жылы ұңғымалары қазылып, осы насостар, қосымша насостар іске қосылатын болады. Енді алдағы атқаратын жұмыстарымыз осы елді мекеннің ішіндегі мына ескерген су құбыр жүйелерін толығымен ауыстыру. Одан тағы да Зағанбар елді мекенінде де осындай жазғы мезгілдерде су жетіспеу мәселелері туындайды.
Біздегі Зағамбар елді мекеніндегі жерлерді осы 1 мамыр елді мекеніндегі ұңғымалармен қосымша екеуін біріктіру арқылы осы мәселелерді шешеміз деп отырмыз. Біздегі көгілдір отынмен қамтамасыз ету мәселесі 98%-ға шешілген. Енді мынау елді мекендердегі қосымша біраз мәселелер бар. Заңсыз салынған құрылыстарымыз бар. Сол заңсыз салынған құрылыстардың әсерінен кейбір жерлерде осы 2%-ға көгілдір отынмен қамтамасыз етілмей қалған жерлер бар. Сол жерлерде алдағы уақытта біз құжаттарын рәсімдеп жатқан болатын болса, сол жерлерде қамтамасыз ететін боламыз. Таза Қазақстан экологиялық акциясы аясында жалпы округіміздің азаматтарымен бірлесіп жұмыс атқарғанның арқасында қазір тазалық мәдениеті қалыптасты. Енді біз осы акцияны ары қарай да жалғастырып келе жатырмыз қазіргі уақытта. Ауыл азаматтарына көп рахмет. Біз енді мына түсіндірме жұмыстарын жүргізгеннің арқасында, жалпы елді мекендерді абаттандыру жұмыстарының арқасында, жалпы осы елді мекеннің азаматтарымен бірлесіп көптеген жұмыстар атқарылды. Оның ішіндегі мынау ағаш көшеттерін отырғызу, жол бойларын абаттандыру мәселелерінде елді мекендегі өзінің үйдің іргелес жатқан аумақтарды абаттандыру мәселесінде ауыл азаматтарымен бірлесіп жұмыс атқарып жатырмыз. Жалпы осыған түсіністік танытып, осы президенттің бастамасын қолдап бірге атқарған азаматтарға алғысым шексіз. Сондықтан алдағы уақытта да осы жұмыстарды ары қарай жалғастыруға әрқашан дайынбыз. Енді одан бөлек президенттің биылғы тапсырмасына сәйкес мына цифрландыру және жасанды интеллект жылы деп жарияланды. Соған байланысты ауыл азаматтарының қазір түсіндірме жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Бізге де қазір көптеген мынау цифрландырудың арқасында біздің осы құжат айналым мәселесінде жалпы атқаратын жұмыстарымыз біршама жеңілдеді. Әрине енді біз дамыған мемлекеттермен бірге соларға терезесі тең дәрежеде жұмыс жасауымыз керек. Бұл енді мемлекеттің дамуына үлкен үлесін қосады. Сондықтан біз де ауылда тұрып, осыған біз де өз үлесімізді қосып, осы терезесі тең мемлекеттермен бірге жұмыс атқарамыз деген ойдамыз. Енді осы ауылдағы біршама атқарылып жатқан жұмыстарды өздеріңізбен бірге барып көрсек, өйткені біздің елді мекендегі азаматтардың істеп жатқан шаруашылықтарын көзбен көріп қайтайық. Жалпы округіміздегі атқарылып жатқан жұмыстарды өздеріңізбен бірге аралап көріп қайтуға шақырайын. Ауыл халқының табысын арттырып, елді мекендерді шын мәнде кәсіпкер ауылға айналдыруды көздейтін әкім инфрақұрылым мен әлеуметтік нысандарды ретке келтірген. Ендігі басты мақсат ауылды кәсіпкерлігі дамыған өңір ретінде таныту. Бізде атқарылған жұмыстарды көзбен көріп қайттық. Ерекше назар аудартқан жобалардың бірі қара бүлдірген шаруашылығы. Мұнда өсіріліп жатқан өнім америкалық сорт, аудан табиғатына қолайлы болғандықтан бұл сорт арнайы әкелініп бүгінде алғашқы жемісін көре бастаған. Бұл Қазақстан бойынша саусақпен санарлық кәсіптердің бірі. Тағы бұл біздің округіміздегі жаңадан дамып келе жатқан саланың бірі. Мынау ежевика дейді, қазақша қара бүлдірген. Бұл америкалық сорты, дәл осы жерде өсіп тұрған Black Jam деген сорты. Одан кейін тағы бір сорты бар, Лохнес деген сорттары бар. Біздің осы округіміз бойынша осы халқымызға, осы округ тұрғындарына қазір осыны ұсыныс жасап жатырмыз. Себебі біздегі суармалы жерлеріміз бар. Табиғатымыз қандай керемет жерде орналасқан. Бадам өзені бар, Доңызда өзендері бар. Сол өзендерден осы шаруашылықты дамытуға әбден мүмкіндігіміз бар. Енді бұның енді біздегі былтыр 2025 жылы күзде егілген. Қазір 2026 жылы алғашқы өнім беріп жатқан сәті. Өнімдерін қазір өздеріңіз көретін боласыздар. Біздің нарықта бағасы өте жоғары. Жалпы Қырғыз Республикасы бұл жеміспен біздің нарықты қамтамасыз етіп отыр. Сондықтан біздің ауылдың азаматтары осы өзіміздің мынау тұрған мегаполисті қамтамасыз етсе деген алдағы уақытта жоспарымыз бар. Қанша штук бар бұл жерде? Жалпы бұл жерде Қырғыз Республикасынан келген 6000 түп көшетіміз бар. Мына жерде қазір дайын пісіп тұрған өнімдер, Бұл енді қазір пісіп тұрған өнімдері бар. Енді өнімге кіріп жатыр. Алғашқы өнімдерін беріп жатыр. Бұны жаңағы өндіруді ойладыңыздар, жалпы басқа кәсіптен көрмедіңіздер ме? Енді кәсіптің түрі бар ғой, бірақ енді біздің мен өзім жалпы
ауыл шаруашылық саласына жақын болғаннан кейін, мына әлеуметтік желідегі, одан кейін өзіміздің нарықтағы келіп жатқан өнімдердің мына қай жақтан келіп жатыр, кімдер өндіріп жатыр, біздің Қазақстанда бар ма жоқ па деген сияқты өзім саралап отырамын. Енді біздің округтегі мына табиғатымызға тура келеді, осы шаруашылықты қолайлы дамытуымыз керек. Біз мына отырған мегаполисті толығымен қамтамасыз етуге қауқарымыз бар. Бірақ енді осы бағытта жұмыс жасап жатырмыз, ауыл халқын осыған үйретуіміз керек, көз жеткізуіміз керек. Әрқашанда осындай видеоларды мен әлеуметтік желіге, өзіміздегі ауылдың арасындағы әлеуметтік желілерге салып отырам. Әрине, бұл енді сіздер арқылы, ақпарат құралдары арқылы көбірек насихатталып жататын болса, нұр үстіне нұр, себебі өзіміздің нарықты өзіміздің өніммен қамтамасыз еткеніміз нұр үстіне нұр болады. Оларды енді күтіп баптау, теру жұмыстарын қанша адам жалпы қызмет атқарып жатыр бұл жерде? Енді бұл жерде бір жанұяға 1 гектар жетеді. Жұмысы оңай емес, бірақ әрине күнделікті қазір аптасына 2 мәрте суғару керек болады. Одан кейін арам шөптерін жылу керек болады. Қазіргі уақытта енді күн ысып келе жатыр. Арам шөпті жылудың онша бір қажеттілігі жоқ, себебі жер қатты қызып кетсе де болған былайша айтқанда өзінің зиян тигізетін болады. Сондықтан бұл ылғалды көп жақсы көретін нәрсе. Ылғалдылық әрқашан сақталу керек. Бұл енді өзінің мына әлеуметтік желіде көрген тех характеристика дейміз ғой, мінездемесіне қарайтын болсақ, 1 гектардан 20 тоннаға дейін өнім береді. Енді 20 тонна неме алдағы уақытта ондай өнімге шығып жататын болса, әрине бұның бағасын өздеріңіз білесіздер. Кеше ғана алғашқы өнімді апарып 2000 теңгеден өткізіп келді, өзіміздің нарыққа. Көтерме бағада дейді ғой, енді ғана. Ал енді сатушылар ары қарай өзінің бағасын қойып сатып жатыр. Алдағы уақытта осыны өзіміздің округтегі, осы ауылымыздың азаматтарын осы салаға бағытқа бұрып, осы шаруашылықты дамытсақ деген ойдамыз. Нысандарды аралау кезінде тұрғындардың пікірін де тыңдадық. Әкім мен халықтың ойы бір арнадан табылып отыр. Ауыл тұрғындарына барлық елге осы қызметі қанағаттанарлық. Қазіргі уақытта мынау жер мәселесі осы. Қазіргі табыстың несі көлемі осы жер болып қалды ғой. Қазір осы жастарды осы суғармалы жерлерге осы субсидия жөнінен бағдар беріп жатыр. Рахмет інімізге. Қазіргі мына елде осы жеміс бағын қолға алып, жастарды өте осы баулып, үйретіп, тәжірибесін басқа елдерден де алып келіп, тәжірибе ауысып жатыр. Рахмет інімізге. Осындай жастар елімізде көбейе берсін, елге халыққа қызмет істей берсін. Рахмет осы. Бір ұсыныс пікірлеріңіз бар ма жалпы? Ұсыныс пікіріміз бәріміз осы қанағаттанарлық. Рахмет. Жұмысы алға баса берсін. Елдің халықтың ырзашылығын ала берсін. Ерекше назар аударған тағы бір дүние әкімдік ғимаратының айналасы. Әкім бұл орынды ауылдың айнасы деп есептейді. Сондықтан аумаққа жай ғана газон емес, құлпынай, таңқурай, шабдалы секілді жеміс жидектер отырғызылған. Мақсат айналаны көгалдандырумен қатар тұрғындарға өнім өсірудің нақты үлгісін көрсету дейді әкім. Бір ауылдың дамуы тек бюджетпен немесе салынған нысандармен өлшенбейді. Ең маңыздысы халықтың ертеңге деген сеніммен табыс табуға деген мүмкіндігі. Бұл әкімнің басты мақсаты екенін байқадық. Инфрақұрылым реттелген, кәсіпкерлікке жол ашылған, ал тұрғындардың ынтасы жоғары. Ең бастысы халық пен әкімнің мақсаты ортақ. Ауылдың болашағын тек сөзбен емес, нақты іспен қалыптастырылып жатқан мұндай бастамалар расында қуантты. Қара бүлдірген, таңқурай сынды тың жобалар, шетелдік серіктестікке бағытталған жоспарлар, мұның бәрі бұл ауылдың үлкен өзгеріс жолында екенін көрсетті. Бәлкім, ертең дәл осы ауыл Қазақстандағы табысты әрі жемісті ауылдардың біріне айналар. Уақыт көрсетер. Осылайша әкімге де тұрғындарға да сәттілік тілеп, келесі ауылдағы жаңалықты білуге асықтық.